Bugün sizlerdi görgenize öte kuvançlımın. Mına 52 жылдың жүзі болған екен. 52 жылда кетенді бірінші көріп тұрмын. Дараби ғана балсанды танымай отырмын. Келгендеріңізге көп рахмет. Жанды да танымай қапты, өзгеріп кетті. Баяғыда бір рет көріп едім, содан кейін адам өзгереді ғой, 52 жыл деген әжептәуір жас қой енді. Мен Батылайдың қасында отырамын. Мираштың інісі. Мираштың. Білем, Мирашты білем. Баяғыда Бүркітбай матына салып мектепке әкеліп отырушы еді. Білем, Мирашты жақсы білем. Марқұм болды, дүниеден өтіп кеткен екен. Алла артының қайырын жақсы өндірсін деген бәрінің бәріктеріңге. Алла тағала мен мынау қалған сіздерге ұзақ ғұмыр берсін. Алла тағала баянды бақыт берсін. Күш-қуат берсін Алла. Мынау аттарың еріп келе жатқан немерелерің, шөберелеріңіз, бала-шағаларыңыз Алла тағала қызығын көріңіздер. Алла шаңырақтарыңызға тек қана қызық пен қуаныш болсын. Ендігәрі бұндай жаманшылық болмасын. Басымызды тек осындай қызық пен қуанышқа жиналуға Алла тағала өзі нәсіп етсін. Мынау кішкене Бейсенбайымыз кішкене ауырып қалған екен, ауылымыз ауырып қалды. Біздің қиналымызда кішкене ауырады екен. Алла тағала осы кісілерге шипасын берсін. Алладан шипа сұрайық. Бәрібір Алланың өзі ауырып келеді, өзі шипасын Алла өзі береді. Сондықтан екі аманшылықта жолығайық, жақсылықта жолығайық, ауызбіршілікте болайық әрқашан. Тұрып жатқан мына Болатқа, Ақылимаға, осында ас-салыс жүрген мына құрбақ құрдастарына, кластастарына бір рахмет. Арбағы разы болмай тірі байымайды дейді. Кезінде бабамыз Қаздауыз Қазбек айтып кеткен екен, өлген тірілмейді, өшкен жанбайды, бірақ өлгенің ісін жалғастыр. Өшкенің отын тұтасаң өмір азбайды, шырақайты маздайды деп. Ана кластастар мына жатқан жері торқал болсын, жаңа мына кісінің берген жаңа Құраны қабыл болсын. Арбақтар бірауына түскен шығар, жатқан жері торқал болсын. Енді айтады ғой, енді ол кісілер өлген жоқ, жақсының аты өлмейді, халының хаты өлмейді дейді. Осының арқаларында, артындарында балдары қалды, немері шөберелері қалды, туған туысқандары қалды. Өмір жалғасып жатыр. Өмір өзен дейді, өзен бойын жағалауын өзегі талмас дейді. Иншалла тәуба, жатқан жер торқал болсын. Мына кісі мыныс бәрімізге мына Құран оқып жаңа сауабына қалды. Жатқан жер торқал болсын. Енді бір өзегі тасқаннан бір өзегі келіп тұр. Мына бабамыз Бұқар Жырау былай деген екен дейді. Халқына мынандай ата тілек айтқан екен дейді. Бірінші тілек тілеңіз бір Алладан жазбасқа, екінші тілек тілеңіз әдәсіп басыл ғалымның тіліне разбасқа, үшінші тілек тілеңіз кірлі көйлек кимеске, төртінші тілек тілеңіз төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек тілеңіз бес уақыт намазын біреу қаза қалмасқа, алтыншы тілек тілеңіз алғанат ағорда күнне бар біреуге тегін олжа болмасқа, жетінші тілек тілеңіз жеркілдеген ту келіп жер қайысқан жау келіп соны сасып тұрмасқа, сегізінші тілек тілеңіз жер тұтам тұнмасқа, тоғызыншы тілек тілеңіз төріңіз тайықтан таймасқа, 90-дағы қартаға тойға жаяу базбар бармасқа, оныншы тілек тілеңіз омыртқасы үзілген аяздығын айналған бұлт күнде толғанған, тас емшіген жігіткен тас құрсаған жігіткен анаң бір аңдап қалмасқа, 11-ші тілек тілеңіз омырау жұпар іші жұпар аңқан дауыс құдай сағынған, назыменен күлдірген құлқымен өсілдірген туған жарым қайғырып жесір қалмасқа деген екен дейді. Сондықтан мына халқыма, мына кластастарыма, дүние болып кеткен мына жарларына айтарым, жатқан жері торқа болсын. Жаңа Құран солардың сауабына қалып, Алла бірауына түскен шығар, ұрпақтар аман есен болсын, елімізде тыныштық болсын. Осыны ұйымдастырып отырған мына жігіттерге, қыздарға сіздер мыңдап рахмет. Сіздер сауабына қалдыңыздар. Сіздер мына жақсылықтар мына кейінгі жастарға бұл үлгі. Өткенін біз ұмытпайық. Арбағы разы болмай тірі байымайды дейді, жаңа айтып кеттім ғой, жатқан жер торқал болсын. Әмин. Айтып өтейін, Сапар негізі инсульт алды. 7 жыл ауырды инсультпен, 7 жыл күтті. Биыл 13 жылға кетті қайтыс болғанда. 53 жасында қайтыс болды кісі. Кеше бір жылап алдым. Ана кісі Сапар
осындай сыныптасы жинап отыр. Сіздерге көп рахмет. Жатқан жерлері жарық болсын, жаңылған көрпелері құлпа жеңіл болсын. Өздеріңізге, барлықтарыңызге денсаулық тілеймін. Әрқашан дастархандарыңыз тек жақсылыққа жасала берсін. Рахмет сіздерге. Болып періштенің құлағына салынсын. Арбақтарыңға әрқашан осылай тәзім етіп, осылай дұға оқытып, артында қалған жолдастары да, бауырлары да, ағалары да, апалары да осылай бір-бірімізді осылай дұға оқытқызып, Құран бағыштап, еске алғандарымыз көптен көп рахмет. Алла тағала осылай риза болсын, риза болсын. Жатқан жері жарық болып, топырақтары торған болсын. Жолдастарым әрқашанға осылай егер де қисадан өзімді қимайды деп, мен қимаймын өзім жолдастарымды. Бірге оқыған, кешегі пайғылымдай бірге өскен, бірге өсіп, бірге түлеген жастарымыз ғой бір ауылдың. Сол өзім еске алғанда, кешегі кімдер қыздар звондағанда, жүрегім дүңк прямо. Өзім ерең етіп, жаңағы ереңдеп, өзім жүрегім қобылып, сол күні түнде ұшып көтеруге самолет болмаса бізде келушілер. Түнде кетіп келіп осылай. Түнде сағат 3-те түстім. Соны барып 1-2 сағат демалып, біздің ойымды соны таңертең осында келіп. Алла риза болсын. Осылай дастархан әрқашанда шар-шаңырақта тек қызыққа жайыла берсін. Осы достарымызды, жолдастарымызды әрқашан еске алуға жақсын. Амандықпен көрісейік. Арғырдың астында болсақ та, алтығырдың астында болсақ та аман болайық. Тілейтіндерім әрқашан шаңырақтарыңыз, немерелеріңіздің қызығын көре беріңіздер, шөбелеріңіздің қызықтарын көріңіздер. Артта қалған тұяқтар аман болсын. Қайырлы құтты болсын, дұғаларың қабыл болсын. Енді бүгін жолдастарды еске алып жатырмыз. Енді мен айтайын дегенім Сәбит Айтжан үшеуміз осы оқу бітіргеннен кейін осы Қарағандыға оқуға келдік. Оқуға түсіп треугольник болдық. Бір-біріміздің общителарымыз жақын болды. Мысалы, әлгі шай ішкім келсе, Айтжанға барып шай ішетім мен. Рахымбек бір жылдай болды, сосын сол енді Сәбит екеуміз бір әке бір шешеден туғандай жолдас болдық. Мені Мәкен біледі. Сол Сәкенді Қабыл екеуміз мәңгі жолына шығарып салдық. Мәкеннің үйінен. Бәрі ұмытылған жоқ, ұмытпаймыз. Өте жақсыз, мәңгі есте қалатыны да. Алла Құдаймен кендері пырақ болсын, қолдарында шырақ болсын. Пісірген шелпеңіз алдарынан шығып, аман қойсын. Осы отырғандарымыздың бәріміз дендеріміз сау болсын. Алла бір шөбелердің қолынан су ішіңіздер. Бұны енді шынында да тоқтатпай, тағы да бір кездесу жасау керек дейміз. Жиі деген қоймен. Сол деніміз сау болсын, ойлаған ойларыңыз болсын. Бәрімізді аман есен күліп ойнап жүре берейік. Құрметті кластастарым, өздеріңді көріп бүгін мынандай өмірден өткен кластастарымызға дұға оқытып бастарыңызды қосылған өте қымбат рахмет. Келіп қуанып жатырмыз бәріміз. Көптен бері көргеніміз 50 жылдан асты бәріміздің осылай мектеп бітіргенімізге. Соны ұмытпай мінекей басымызды қосып, кластастарымызды есімізді алып сөйтіп жатырмыз. Кластастарымыз туыстары келгені, балалары келді мінекей. Бижанның мінекей менің бірінші класстық қолыстасып ақпан теңіз таққан Розаның мінекей сіңлісі бауыры келіп отыр. Соның бәрі есте мінекей Жәкен дейтінбіз біз Жаңбырлайды.
бәріміз осы Болат, Бейсенбаев, Балтабай, мінекей Темірхан, сол мінекей Тынабекке рахмет, Сәбит марқұм енді ол бірге бітірдік, университетте бірге оқыдық, оған ерекше сол жаңа оқытқан дұғамыз қабыл болсын, отбасылары аман болсын, жұбайларына рахмет, балаларын өсіріп, өндіріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырып жатыр екен. Балаларын бақытты болсын, бейнет көрмесін, қызы бақытта, енді ботақандардың қызын көріп, ойнап күліп жүре беріңдер. Мынау ұйымдастырған кластастарыма мыңда бір рахмет. Осы неше күн болды, айтқаннан бері осы Болат мінекей біздің өзіміз басшымыз, мен қуанамын мінекей. Болатпенен Бейсенбай, Балтабай өздері кішкентай кезінен мінекей достық жолдастықтары бізге өзі сондай үлгі дейді ғой. Сол достықтарын, жолдастықтарын жалғаса берсін. Мына жұбайларыңа рахмет, Сақыпқа рахмет айтқым деп отыр. Біздің класстың келіні болып жүгіріп қыздармен бірге. Енді Ақылима мен Шәмкенге алғысым зор, бәрін тауып алып, жүгіріп, кеше шаршап базардан келіп келіп жатыр бәрін. Ұйымдастырып осылай дастархан жайып енді оңай емес, әр жерден келіп. Бәрімізді қуантып жатыр. Осылай отанымыз тыныш болсын, халқымыз тоқ болсын. Бәрің аман болыңдар, қайда жүрсектер аман болайық. Енді Мәжит Нағашым, енді сізге рахмет мінекей, Сәбит есімізге алып, сіздің келгендеріңізді мінекей, сонау жерден келіп жатыр кластастарымыз. Енді көптен көрмеген Рабиға, Балжан, соларды мен мына Жаңбырбайдың жолдасын бірінші рет көрдім. Ботақандарың аман болсын. Бижана рет көргенімізде Балтабайдың 100 жылдығында болғанбыз сонда. Сонда көрмейтіндей болып, сондай қоштасып, қолына ұстап қасында жүрген. Сол бәрі есімізде, дұғамыздан қалдырмаймыз. Сол. Енді өмірдегі барлық жақсылықты тілейміз сіздерге. Енді қуанышпен бас қосайық. Алла жеткізсе, естіп жатырмыз, 55-60 жыл болған кластастардың кездесулері болып жатыр. Сол Алла тағала бізге де нәсіп етсін. Денсаулық болсын, бақытты болыңыздар. Сол ауырып жатқан енді кластастарымыз енді болады ғой біздің мына жасымызда ештеңе етпес, жазылып кетсін. Сәлем айтыңыздар көргенде оларға бәріне. Сол өте қуаныштымын. Денсаулық берсін, бақыт берсін. Осындай дастархан басында жиі кездесуге Алла насip етсін. Рахмет. Бүгінгі оқытып жатқан дұғаларыңыз қабыл болсын, сауаптан жазсын. Сіздерге көптен көп рахмет. Құрдастарыңызды еске алып, Құран оқытып бағыштап жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Алла тағала сіздерге зор денсаулық, бақыт, бала-шағаның қызығын көріп, немере шөбере сүйіп, Алла тек әрқашанда жақсылық болсын, дастарханымыздан нан кетпесін, көңілімізден ән кетпесін. Бәріңізге басын тиіп рахмет айтамын, көптен көп рахмет. Дұғаларыңыз қабыл болсын, әрқашанда осылай бастарыңыз жиі қосыла берсін, амандықта болыңыздар. Дұғаларыңыз аруақтарға сауаптан болсын, марқұмдардың жандары жәннатта болсын. Қазір дұға сұрайық, Мәжит ақсақал көресіз бе? Бата жасаңыз. Бата. Bismillahirrahmanirrahim. Dastархан байлығын берсін, кейін саулығын берсін. Өліге иман берсін, тіріге береке берсін. Не берсе қайырын берсін. Есесін келтірсін, келіншегін толтырсын. Тек қана тоқшылық, жақсылық, марқұмдардың жатқан жері жарып, топырақтар торқа болсын, жанları cennette болсын.